Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте оңай дайындалатын шоколадты пирогтың рецептісін ұсынамын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын, соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқаға қант салып араластырамыз. Сары май, айран құямыз. Сода саламыз. Менде мұнда құрғақ ингредиенттер ұн мен какао. Енді осыны електен өткізіп 2-3 бөлікке бөле отыра қосып араластырып аламыз. Бәрін бірден салып жүрмейміз, себебі біздің пирогымыз аласа болып қалуы мүмкін. Ұнтақ жармасын, яғни манны крупаны салып, шамамен 5-10 минутқа қалдырамыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 35-40 минуттай пісіреміз. Пирогтың піскендігін осылай ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп көруге болады. Мен бетіне осылай сгущенка мен какаомен әсемдедім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Пирогты дайындап көріңіздер, жасалу жолы өте оңай, дәмі де өте ерекше болып шығады. Сіздермен бірге болған Балзия Ақжол. Егер де сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп рецепттер болады.